Жазғы биатлоннан жасөспірімдер арасындағы ел чемпионаты өз мәресіне жетті. Оған еліміздің түкпір-түкпірінен жиылған 200-ден аса спортшы қатысты. 3 күнге созылған додада өрендер спринт, жеке жарыс және командалық эстафетада бақ сынады. Жүйріктердің басын қосқан сайыста кім топ жарды, ол жайлы тілшіміз Бердімұрат Баймұқан баяндасын. Петропавлда жазғы биатлоннан жасөспірімдер арасындағы ел біріншілігі осыдан 3 күн бұрын басталды. Алдымен сайдың тасында іріктелген ол қыздар спринтте бақ сынады. Кейін жеке жарыста мықтыны анықтады. Ал бүгін командалық эстафета. Бұл сайыста өңір намысын 14 жастағы Мария Валентада қорғамақ. Ол былтыр Ресейдің Новосібір қаласында өткен халықаралық чемпионатта топ жарыпты. Жеткіншек осы жолғы додада да чемпион атанамын деп отыр. Соревнования начались 3 дня назад. 3 күн бұрын басталған чемпионат мен үшін сәтті өтіп жатыр. Спринтте де жеке жарыста да бірінші орын алдым. Қазір кезегім келгенде қорытынды эстафетада өнер көрсетемін. Жеңіске жетемін деп ойлаймын. 2 күндіктің қорытындысы бойынша көш басында Ақмола облысының жасөспірімдері тұр. Одан кейін солтүстік қазақстандықтар. Ал үздік үштікті керекөлік спортшылар тұйықтады. Бірақ бүгін барлығы өзгеруі мүмкін. Общее количество участников больше 200 человек. Жарысқа 200-ден аса спортшы қатысып жатыр. Барлығы мықты. Тартысты чемпионаттың куәсі болудамыз. Бүгін ақтық сын. Қазір жеңімпаз анықталады. Командалық эстафетада ұлдар 3900, ал қыздар 3000 метрді бағындырады. Нысана көздемейді. Кімнің топ жаратынын дәл осы сәтте айту өте қиын. Көп кешікпей командалық эстафета аяқталды. Жүлдегерлер белгілі. 3-ші орын қарағандылықтарға бұйырды. 2-ші сатыға жерлестеріміз жайғасты. Ал чемпион Ақмола облысының жасөспірімдері. Тұғырдан көрінген спортшылар мақтау қағаздары, медаль және кубокпен марапатталды. Бердімұрат Баймұқан, Данил Тарасов, муниципалдық телеарна.